Мынау не деп сұрап жатыр? Бұл сіздердің сыйлықтарыңыз. Өзге дөңгелек деп ат қойып қойдық. Короче, айналдырасыңдар. Мына жақта пустой сектор жоқ. Не түседі, соны аласыздар ғой. Міне 500 мың теңге түсті ма? 500 мың теңге сіздердің сыйлығыңыз болады. Қысқасы сол, сыйлықты беру амалын таптым, короче. Барлығы алады сыйлықты. Әр қатысушы, әр оқуға кірген адам сыйлық алатын болады. Мен бар ғой, всегда на хейт. Я всегда просто молча закрываю. Ладно, адам сөйлейді, қояды деп. Особо внимания не обращаю. Қалай осылай невинный түр жасап, как будто бәрі ровно бәрі дұрыс болып жатқан сияқты. Қалай ойнатасың да түсінбеймін. Ереке қазақ елі дейді. Ждите повестку. За клевету я уже на вас написала. Сіз бізге еще за моральный ущерб төлейтін боласыз, түсіндіңіз ба? Ауыз бар деп сөйлей береді. За моральный ущерб дейсің ба? Сөйлесейік онда. Так. Қазақстан Республикасының 20 бабында былай дейді не? Сөз бостандығы және ақпаратты тарату құқығы. Қазақстан Республикасының әр азаматы сөз бостандығына ие. Және пікір айтуға және ақпаратты еркін таратуға құқығы бар. Бір. Қазақстан Республикасының азаматтық кодексінің 143 бабы жеке пікір білдіру құқығы бар. Яғни, менің ойымша, өзінің пікірін алмасып таратып отыр. Пікір бұл субъективті көзқарас. Факт емес. Бірақ мен сендерге факт емес сөйлеймін қазір. Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 130 бабы жала жабу бойынша. Сен жала жабу дедің ғой, егер сіз айтқан мәлімет шындыққа сай келсе, бұл жала жабу болып саналмайды. Сондықтан оған бұл немен қарастыра алмайды. Одан кейін Қазақстан Республикасының Конституциясының 20 бабында және халықаралық стандарттар бойынша, егер сіздің материалдар қоғам үшін маңызды мәселе болса, алаяқтық бойынша бұл жеке адамның мүддесінен басым деп танылады. Яғни сіз жала жабумен бұны қаралай алмайсыз. Ол сізден басым. Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 214 бабы. Ал сендерге бұл заңсыз лотерея ұйымдастыру. Сендердікі лотерея ол факті. Заңсыз кәсіпкерлік болып танылады. Айыппұл тіпті бас бостандығынан айырылу жазасы бар. Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 190 бабы алаяқтық лотерея туралы заң 6 бап. Қазақстан Республикасының лотерея операторымен бекітілген ереже бойынша өту керек. Егер сендерге заңда болғанның өзінде ол бекітілу керек. Заңда лотерея болғанның өзінде ұтысқа қатысу үшін қосымша шарттар, яғни курс сатып алу, тұтынушы құқығын бұзу болып танылады. Заңда лотерея болғанның өзінде ұтысқа қатысу үшін қосымша шарттар, яғни курс сатып алу арқылы бір себеп болса, бұл тұтынушы құқығын бұзады, яғни 150 баппен қарастырылады. Одан кейін тағы факт. Сендер лотерея шеңберін ұйымдастырыңдар ғой, мен бірінші мнением, как өзім, как программист ретінде, кодтау, сайт жасау, оның бәрін істеп жүргенде. Мен білем, оның қалай жасалатынын. Яғни, лотерея шеңберінің әділ емес екенін, яғни барлық адамдарға сыйақы болатынын айту және шеңбердегі көрсетілген сыйақылар тәуелсіз емес болуы. Яғни белгілі бір кодтау тілімен алгоритм бойынша жұмыс істеуі бұл заңсыз. Тұтынушыларды алдау болып табылады. 190 бап. Одан кейін құмар ойындар мен лотереяларға қойылатын талаптар бар Қазақстанда. Яғни ашықтық және кездейсоқтық қағидаларын сақтау. Сендердің лотереяларың мен как программист ретінде айта алам, то что ол белгілі бір алгоритммен жұмыс жасайды. Мысалы 500 мың сыйақы ма? Ол 500 мың сыйақы 10 рет берілу керек. Сендер қойып тұрсаңыздар, мен оны білем. Факт ретінде дәлелдей аламын.
Одан кейін 274-ші бап. Жалған ақпарат. Яғни уәде беру, уәдесіне тұрмау. 150-ші бап. Құқық бұзушылық. Яғни тұтынушылардың сендерге қатысып жатқан адамдардың. Бұған не дейсіңдер енді? Жалпы заңмен сөйлескілерің келсе, осылай сөйлесейік. Сендерге ескерту жасаймын. То, что не доғарыңдар, ана біреуге жазым дедім ғой. Өзің басыңа бәлетлеп алып жүрмеймін. Пока что мен тиіспеймін. Сендер өздерің қимылдағанша. Ал сендер как маған анаған, немесе маған қарсы жазасыңдар. Вот сол кезде встречай как Максичай. Пока что мен сендерге бір мүмкіндік берем. Ол мүмкіндік. Сендерге дейінде адамдар істеді, яғни кешіруге болатын тұрғыдан қарап, өз кінәлерін түсінуге уақыт берем. Егер осы уақыт ішінде түсіндіре алмасыңдар, яғни өздерінің қателігін түсінбесеңдер, басқаша сөйлесеміз. Халық біреу. Бәріміз халықтың мүддесіне жұмыс істейміз. Сондықтан әділ болу керек, заң аясында болу керек. Егер фактімен сөйлескілерің келсе, осылай. Қазір инфо-цыгандар, бизнес-коуч, курс сатқыштар көбейіп кетті ғой. Менің көптеген достарым сондай бизнесмендердің курстарын сатып алды. Ол жерде ешқандай инструмент үйретпейді, жай ғана мотивация береді екен. Пәлем бай ақшаға мотивация сатып алған қалай болады екен? Кейбіреулер доступта бар нәрселерді просто көрсетеді. Например, TikTokта, YouTube'та бар маркетплейсті үйретуді ақшаға сатып жатыр. Тағы бір нәрсені жақсылап ойлаңыздаршы. Бизнесменнің бизнесі жүріп тұрса, оның құпияларымен, оның секреттерімен, оның қалай жасау керек инструменттерін айтады деп ойлайсыздар ма? Менің саудада жүрген, бизнесте жүрген достарымның барлығы ешқандай курс сатып алмай-ақ, өздері нөлден бастап, орнып, әр сол өзінің құлаған кезде, банкротқа ұшыраған кезде содан сабақ алып, содан вывод шығарып, содан ары қарай дамып кеткен. Так что оның барлығы опытпен келеді деген сөз. Ол ешқандай курс сізді байытып жібермейді. Қайта сіздер курсты сатып алып, сонда инфо-цыгандарды, өтірік бизнес-коучтарды байытып отырсыздар. Сосын менде мынандай сұрақ бар. Сіздердің араларыңызда біреу болсын сол жерде бір призовой бірдеңелерін ұтып алып, машина ұтып алған, үй ұтып алған, тағда бір Таиландқа поездка дейді әртүрлі, сондай ұтып алғандар бар ма шынымен? Лично менің көптеген таныстарым сондай курстарды сатып алады, бірақ ешқайсысын көрген жоқпын. Бір машина алдым, мен үй ұтып алдым, болмаса iPhone ұтып алдым деген. Так что ол нәрсеге мен сенбеймін. Сол үшін ағайындар кез келген істі, кез келген кәсіпті, бизнесті бисмилля деп, Аллаға тәуекел етіп бастап кетіңіздер. Ары қарай өзі Алла сіздерге жәрдемші. Аман жүріңіздер, арман мақсаттарыңыз орындалсын.